Ол кісі енді ортамыздан кеткеннен кейін өзара әңгімеміз ғой жастардың. Сол сапарда аға ерекше болып жүрді да. Ерекше бір көңіл күйде, әрине қарсы алғаны, көрерменнің ілтипаты, түркі еліндегі ол кісінің абыройы, бәрі де бәрімізге мақтаныш қой. Ерекше жүрді. Оны кейін қалғанда жастар өзіміз айтып отырамыз. Құдды бір сезгендей да. Жаңа айтады ғой, дүние жалған деп. Ол кісінің берері көп еді. Әлі бермеген, қағаз бетіне түспеген қандай ойлары бар еді. Мен жазып отырғанда дейді, тек қана драматург жазушы ретінде жазбайым, өзім әртіс болып ойнап отырам дейді. Бір кезіне күлем, жылайым, бәр эмоцияны бірге салып отырам деп. Сол жолда бізбен бірге ән айтып, ерекше жүрді.